Бүгін нешесі? 20-сы. Армысыздар ағайын. Күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін 20 қаңтар 2022 жыл. Прокуратураға шақырған болатын. Қазір сол прокуратура маңында кірмес бұрын саябақта эфир түсіруді жөн көрдім. ДВ-ның сотруднигі хабарласты, есімі Мұхаммед деп таныстырды. Прокуратураға келуін сұрады. Одан басқа да белсенділерге хабарлассам, көптеген белсенділер осында қазір түсініктеме, допрос алып жатыр екен белсенділерден. Сосын бізде келдік, қазір сағат 5-тен кете уже допрос менен де алу керек. Шақырып атқан мақсаттары өткенде 5 күні сендер Лобачевскіден шығып кеттіңдер. Одан кейін қайда бардыңдар? Неге шықтыңдар? Деген сондай сұрақтар. Біріншіден бізді 3 қаңтар Арон Атабектің астынан кейін заңсыз қамадық 15 тәулікке. Астан кейін бізді таңғы 4-те соттап, таңғы 7-лердің кезінде таңертең Лобачевскіге әкеп қамаған болатын. Лобачевскіде 3 күні қамалдық. Жаңағы 4 күні елдегі жағдай болды. Артынша 5 күні қалада полиция қызметкерлері қалмай. Халық бізді Лобачевскінің алдына бір топ азаматтар келген екен. Іштегі азаматтарды бостандыққа шығарыңдар. Қалада тәртіпсіздік орын алып жатыр. Осы белсенділер бұған дейін де елдің алдында жүрген, халықты бейбітшілікке шақырады, тонамауға, ұрламауға шақырып, халыққа басып айтар, нақты саяси талап қояр деп сондай мақсатпен келген екен азаматтар. Ол азаматтар сыртта, жаңағы біз қамалып жатқан мекеменің сыртында еш нәрсені қиратпаған, еш нәрсені шақпаған, барлық кәдімгідей есік қағып, артынша осындай азаматтарды, белсенділерді босатуларында талап етеміз деп жай ғана солай сұраған екен. Ол камераларда бар болу керек, ешқандай күш қолданбағаны. Одан біздің камераларға кеп сыртқа шақырып алды мені. Кезекші келіп камерадан. Қайда алып барасыңдар? ИВС-қа ма десем, иә деді. Одан кезекшілер отыратын орта бар өзі. Сораға барсақ бүкіл жаңағы Лобачевскінің қызметкерлері сонда екен. 5 шағын қалада тәртіпсіздіктер болып жатыр. Одан сіздерді де бостандыққа шығарсын деп азаматтар келіп жатыр. Біз сіздерді бостандыққа шығарамыз деді. Мен бірден, егер бізді шығарсаңдар, бізге қандай да бір қағаз беру керексіңдер ғой. Осылай жайдан алып шығара салмайсыңдар ғой деген кезде, оны басшылықпен келісілді. Басшылық солай бізге бұйрық берді. Сіздерді бостандыққа шығарамыз деді. Ол сағат 5-тің кезі, 5 күні. Шыққан соң жаңа азаматтар күтіп алды. Көбісін танымайды екем. Артынша алаңға бардық бірден. Алаңға барған кезде жаңағы алаңға жете алмадық. Жолдың бәрі жаңағыдай ғой. Көліктер кептеліс болып жатыр. Көлікті алыстау жерге қойып, төмен жаққа қойып, алаңға бет алдық. Барар жолда жаңағыдай біраз жерлер қиратып жатыр. Бірден енді белсенділер жаңағыдай тоқтатпақ болдық, бірақ тыңдайтын халық көрмедік орадан. Артынша орталық алаңға жеттік. Алаңға жетсек, көптеген белсенділер және бейбіт халық сол алаңда нақты бейбіт түрде заңды талаптарын қойып отыр екен. Мысалы, қымбатшылыққа қарсы, елдегі саяси жүйе, ең басты наразылық болған ол жаңағы Жаңаөзен оқиғасы қайталанбасын, Жаңаөзен алаңда тұрған Жаңаөзен халқына үкімет құлақ ассың, бұрынғы 2011 оқиғасы қайталанбасын, Жаңаөзен халқына оқ атпасын деп сондай мақсатта шыққан азаматтар ғой көпшілігі. Сөйтіп солармен топтастық артынша. Одан кейін жағдайды көрдік. Резиденция жақта атыс болып жатыр. Бір топ келетте әуежайға кеттік дейді. Барынша адамдарды жібермей, біз бейбіт халық осы ортада тұрайық, арандап қалмайық. Сондай жұмыстар жасалды, штаб құрылды, уақытша штаб. Тәртіпке келтірейік осы. Белсенділер бір-біріміз танимыз, біз тым болмаса бір-бірімізден тыңдап, ұйымдастырайық. Алаңды тәртіпке келтірейік. Әрбір жерде топтасып тұрған халықтың басын қосайық бір ортаға. Сөйтіп монументтің алдына барлығын қостық, тәуелсіздік монументтің алдына. Одан жастар жағы болып мен сайландым. Одан тағы бір жас бала, ол да көмекші ретінде екеуміз
бір топ жастарды бөліп алдық та тазалық жұмыстарын жасадық. Сол 5 күні кешкісін түнде таңғайын жүрдім ол күні. Неметтік. Арақтың бөтелкелері бар, қираған заттар, шашылып жатқан заттар, тіпті қарапайым ыдыстар, су ішкен. Соның барлығын жинастырып бір жерлерге жинадық, бір ортаға. Арақтардың бәрін төктік. Орада ешқандай белсенділіктер, дәп монументтің алдында тұрғандар, ешқандай арандатушылыққа жол берген жоқ. Жалпы монументтің алдындағы тұрған халық, ол бейбіт халық. Ал тонаушылар, ол алаңда болған жоқ. Олар жаңағыдай біреудің кәсіпорындарын, магазин, дүкендердің маңында болды. Ал бүлікшілер, олар жаңағы әкімшілік мекемелерде қару-жарақпен жүрді. Дауысы үзіліп қалған жоқ па? Қайта-қайта бұның жаңағы допросқа шақырған сотруднигі қайта-қайта хабарласып жатыр. Номері 900, соңы 700 екен. 701-ден басталады. Есімі Мұхаммед, допросқа шақырғанның. Сондай жағдай, жалпы мен қамаудан шыққан соң көрген нәрсем осы алаңдағы. Мен болып жатқан нәрсені солай қабылдадым. Бұның басты ең мәселесі ол 30 жыл бұрын билік басына Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның президенті болып келді. Бүкіл проблема, мәселе сол жерде басталды. Мен соның нәтижесі деп қабылдадым. Жаңа халықтың тыңдамай жатқаны, қиратып жатқаны, білім саласы төмен болды, диплом сатып алынды, елде цензура болды, шындықты айтқызбады, митингтерге шығартқызбады, шыққан халықты тыңдаған үкімет болған жоқ, депутат болған жоқ. Халық біраз саяси сауатсыз, бір вакуумда болып қалды ғой, бір деңгейде тұрып қалды. Сол халықтың бұлқынысы осылай шыққан екен ғой деп мен өзім қабылдадым. Егер халықпен құлақ асып, халықты тыңдар үкімет болған жағдайда, бұндай жағдайдың біреуде болмас еді. Бұған күнәлі біріншіден Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, жаңағы оның солақай саясаты. 92 жылы оның айтқаны бар ғой. Бізге саясат емес, бізге экономика керек деген сөзі бар. Ол өте үлкен қате еді. Біз отарланып, отар ел болдық қой енді. Орыстың езгісінде болдық. Біздің мінез құлқымыз бұзылған, біздің менталитетімізде де өзгерістер болды. Біздің талғамымыз өзгеріп қалды, біздің мәдениетіміз төмендеп қалды. Сол халықтың мәдениетін, рухын қайтадан тәрбие, моральдық жағынан заңдар қабылдап, кезіндегі тәукелердің жарғыларындай әуелі саясат жүргізу керек еді ғой. Назарбаев саясат емес, өзінің ақша құмарлығы, кедей бай болсам, бай құдай болсам дейді ғой өзі. Қойшы, төмен отбасынан шыққан адам ғой. Ол бізге саясат емес, экономика керек деді. Артынша жалтақтап, ел жерді аралап, бай мемлекеттерді аралап, елімізге ақшалар алып келді, инвестиция тартты елімізге. Бірақ оның барлығы нәтиже берген жоқ, өйткені жаңағыдай саясат болған жоқ, тәрбие болған жоқ, фундамент қалыптаспаған ел болдық біз. Әлі де солай келе жатырмыз біз. Соның барлық қателігі ол Тоқаевтың басқарып тұрған кезінде де шығып жатыр. Мына Арыс жарылды, Тараздағы жарылыс болды. Ол қайталана береді. Көктемде су тасады, қыста құбыр жарылады. Ол мысалға ауыл шаруашылығының қолдауы нашар, астық қымбат, энергетика министрлігінің қателігі, жаңағыдай Жаңаөзендегі мәселе. Бірінші ішкі өндіріс еліміздің ішін қамтамасыз етпей, экспортқа Ресейге осы уақытқа шейін сатып келді газды. Нәтижесі көріп отырмыз, өзіміздің тұрғындарға жетпегендіктен қымбаттатып отыр. Оған халықтың кінәсі жоқ оған. Дәп сол Жаңаөзенде 15 мың мұнайшы қызмет атқарады. Сол халыққа түптеп келгенде бүкіл Қазақстан халқына қызмет жасап отыр. Сол Жаңаөзендегі 15 мың тұрғын. Сол үшін талап орынды, және талап орындалды, мен оған қуаныштымын. Және халық нанның бағасы 5 теңге көтеріліп кетсе де, бүкіл ел болып шықсақ, біз талабымызды орындай аламыз. Күшімізді көрдік қой, білдік қой. Сол үшін әрқашан бірлікте бейжай болмаңыздар елдегі жағдайға. Қазір әсіресе міне көптеген белсенділер осы мәселені сылтауратып, үкіметіміз репрессия жүргізіп жатыр ғой. Араша түсейік. Мен танитын азаматтар қазір Айдар,
Оразбеков, Дархан Уалиев, Мұратбек Есенғазы, Семейдегі Анар Қалиева, кім бар? Азиз Қалиев, Әлия Исенова, Райгүл, Қызылордадан Тілеу ағаларымыз, тағы қайғалар да бар. Жалпы көптеген белсенділер, енді тізім бар, енді бәрін атын айтпай қалған шығармын. Ол кісілерді мен террорист деп есептемеймін. Ол кісілер белсенділер қай уақытта болсын, арандатушылыққа бой бермеңдер. Қарапайым полициялардың да осы уақытқа шейін қанша митинг болса да, бірде-бір погонын да жыртпаған, жағасынан да алмаған бейбіт белсенділерміз. Бүкіл халық Жаңаөзенге қалай қолдау білдірдік? Алматыдағы, Өскемен, Семей, Қарағанды, Шымкент, Қызылордада, Тараз, Талдықорғанда қудаланып жатқан белсенділерге осылай қолдау білдірулеріңізге шақырамын. Қолдау білдіріңіздер. Араша сұраңыздар. Жазықсыздар қамалмасын. Алматыдамыз. Мен өзім сырттай танып, тәнті болатын түгімін. Жап-жас, ерзат, өркендеген, дипломын қызылмен аяқтаған жақсы білімді азамат. Жасы міне 20-дан енді ғана асқан. Алматыда алаңда болған, халықтың арасында жүріп, халықты бейбітшілікке шақырып, артынша өзі аяғынан жарақат алып қалса да халықты көліктерге тасып көмектесіп жүрген азамат. Оқиғалардан кейін өз аяғын өзі танып, қасқыр өз жарасын өзі емдейді дейді ғой, өзі емделіп үйінде жатқан жерінен 13 қаңтар күні жаңағы ОМОН бар, ДВО-ның қызметкерлері үйінен алып кеткен, содан бері әлі хабар жоқ. Осындай жас балалар құрбан болып кетпесін. Бүкіл ел араша болыңыздаршы, өтініп сұрайтын осы. Енді алаңдағы енді халық Назарбаевтың қойылымы бұл деп есептеймін. Мен оңбай арандап қалдық. Артынша мені оңбай таяқ жеп те жатырмыз. Бұның барлығы елімізде 19 миллион адам тұрса, соның 13 миллионы кәмелет жастан асқан, яғни саяси елдегі процеске араласу керек. Халықтың басым бөлігі немқұрайлы болғандығының салдары бұның барлығы. Әр қазақ жалғызымыз дейміз, бірақ жұмылып еш нәрсені көтеріп жатқан жоқпыз біз. Жұмыла көтерген жүк қашанда жеңіл. Еліміздегі әділетсіздік ол бәрімізге артылып жатқан сын. Ол сынды біз абыроймен көтеріп, келер ұрпаққа дейін оны ол мәселе болып кетеді үлкен. Ұсақ-түйектен басталады ғой үлкен проблемалар. Сол ұлғайып үлкеймей тұрған кезде жұмылып шеше білуіміз керек. Осы заманда, осы уақытта өмір сүріп жатқан біздер. Осы әр адам отанның алдында жауапкершілік. Әрқайсымыз мемлекетшіл болайық. Ру болды. Мемлекетшіл болып, мемлекеттің барлық ісіне араласайық. Ол тікелей біздің ата заңымызда көрсетіліп тұр ғой. Енді бір үлкен бір серпіліс болған шығар, өкінішке орай қазалар болды. Енді қайғыра көңіл айтамыз барлық отбасыға. Өзімде дастархандас болып, сапарлас болған Нұрәлия әпкемнен айырылдым. Аслан ағамнан айырылдым. Нұрберген ағамыз иықтан жараланып ауруханада. Айдар деген замандасым, арамыз 2 жас. Ол да жан басына оқ деген тесіп өткен оғы. Қазір ауруханадан әрі қарай тергеуге алып кеткен. Берік Әбіш ағамыз сырттай танитын, міне байрақты желбіреткен, бүкіл интернетте шулап жүр ғой. Ол азамат ұзынағаштық белсенді. Ол кісі де міне үлкен жарақат алып қазір тәуір болыпты. Қуаныштымын. Сол барлық жалпы қарана 100 миллиард болды шығын деп жатыр ғой. Миллиард ол 1000 миллиард болса да, миллион миллиард саны өте ауқымды болса да, ол ақша ғой, ол дүние ғой, ол қайтарылады ғой. Қираған көлік, жаңа көлік алынар. Қирап қалған әкімшілік қайта құрылысы жанданып, қайта қалпына келер. Қираған дүкендер қайта кәсібі қалпына келер. Адамды не істейміз? Адам ғой, мемлекетіміздің 1-ші бабында көрсетілген ең құнды. Өкінішке орай сол адам, Абай айтады ғой, қалайды? Мылтық бердім, мерген болды, өзімді атты дейді ғой. Дәп солай ағайын, бұл
осы бұның шешімі жаңағы сөздің Абайдың айтып тұрған. Ол біз халық өкіметке салық бердік. Біз әскери қызметкерлерді біздің өмірімізді қорғасын деп біз оларды жалдадық. Біз оларға жұмыс берушіміз, біз оларды асыраушымыз. Біз олар қарусы болмасын деп біз салығымыздан оларға қару жарақ алып бердік. Әкесінің аузы мерген болды, сатқын болды. Өз халқымызды атты, өкінішке орай. Біздің салық тұтас, біз жалпы бүкіл адамзат өз өмірімізді реттеу үшін біз саясатпен айналысып, біз өзімізге басшы сайладық, өзімізге президент сайладық. Мен саясатпен айналыспаймын, саясатқа қатысым жоқ дейтін адамдар өте қатты қателеседі. Біз мемлекет бар ма? Ол саясат, оны құрушы біз халықпыз. Айтар дүние көп, амандық болса енді. Қазір еш нәрседен қорықпаймын, арым таза. Қайта-қайта хабарласып жатыр, болды, прокуратураға кірейін. Тергер, бәлкім босатар, бәлкім өткендегі 12 тәулігін қалып қалды деп қайтадан қамар, бәлкім жала жабар. Сол ағайын, аман болыңыздар, барлықтарыңыз жақсы көрем. Саясатпен айналыспайтын адам қалмасын. Бар болыңыздар, бір болайық. Көп рахмет. Сау болыңыздар.